Бастауыш ол білімнің негізі. Бастауыш ол білімнің қазақ тілімізді дұрыс балаларға меңгерту үшін біз бастауыштан бастауымыз керек деген. Бала сұраққа жауап бергенде қана оның тілі дамиды. 4-ші классқа келгенше ол баланың дұрыстап оқи алмауы да проблемаға кім кінәлі? Мектептегі мұғалім ба или үйдегі ата-ана ма? Орыс сыныбының 80% қазақ балалары. Ал қазіргі балаларда неге жылдам оқи алмайды? Инстаграмда да, тиктокта да кәдімгі сауатсыздық деген айқайлап тұр ғой. Балаға ұрыспай, ұрмай қолдау білдіру керек. Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандарымыз, біздің студиямызға қолдау білдіріп жүрген жандар. Мен осы жұмысым барысында осы Маңғыстаудан, жалпы Ақтаудан шығып жатқан әртүрлі кәсіпкерлерді осы біздің студияға шақырып жүрмін. Өйткені біздің негізгі мақсатымыз осы біздің жергілікті өлкемізде шығып жатқан табыс тауып жүрген, өзінің жаңашылдық әртүрлі ұстанымдарын халыққа, қоғамға ұсынып жүрген жандарды жарыққа шығару, халықпен таныстыру және олардың еңбегінің нәтижесімен танысу, оларды осы өзіміз сияқты сізбен біздерге паш ету еді. Енді бүгінгі біздің студиямызда Гүлфайрус ханым келіп отыр. Гүлфайрус өткендегі Арай ханым сияқты, Альтайыр мырза сияқты қазіргі қоғамдағы белсенді проблемалардың бірі балалардың оқуы, балалардың білімі деген мәселелерді көтеріп жүрген жандардың бірі. Яғни айта кететін болса, өзінің методикасы арқылы балалардың білім алу жүйесін жүйелеп, оған жеңілдіктер енгізіп жүрген жандар. Бүгінгі эфирде осы Гүлфайрус ханымның методикасымен танысқымыз келіп отыр. Және оның методикасы бізге не береді? Сол туралы толықтай ашқымыз келіп отыр. Гүлфайрус, студиямызға қош келдің. Өзіңді әңгіме барысында таныстырып өтірсең, жасың нешеде, кім болып жұмыс жасайсың деген сияқты болсын, әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Сәлеметсіз ба? Менің есімім Гүлфайрус Ағзамқызы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің қазақ тілі және әдебиет мамандығын қызыл дипломмен аяқтадым. Қазір жасым 35-те. Қазір 14 жыл тәжірибем бар. 2 оқу орталығым бар, репетитор Ақтау деген. Өзімнің авторлық бағдарламаларымен жұмыс жасаймыз. Өзімнің авторлық бағдарламаларым бар. Осы авторлық бағдарлама аясында қазір бастауыш сынып және мектеп алды даярлық бойынша балаларды оқытамыз. Яғни өзіңнің мамандығың қазақ тілі әдебиетінің маманысың, иә? Сол бойынша қанша уақыт жұмыс жасадыңыз? Ол бойынша 10 жылдан астам уақыт жұмыс жасадым. Осы жерде 5-ші сыныптарға 2009-да бітірдім. 2009 жыл физика-математикалық мектепте қазақ тілі пәнінен сабақ бердім. Сол кезде балалардан мынандай проблема көрдім. Яғни бастауыш сыныпта қазақ тілінің грамматикасын дұрыс меңгермеген балалар. Яғни сөздердің жазылуын білмейді. Бұл бірінші проблема. Екінші проблема, балалардың оқу жылдамдығы өте төмен. Стандартқа сай емес. Үшінші проблема, ол жылдам оқыса да түсінген айта алмайды балалар. Осы проблемаларды көре отырып, маған мынандай бір ой келді. Бастауыш ол білімнің негізі. Бастауыш ол білімнің қазақ тілімізді дұрыс балаларға меңгерту үшін біз бастауыштан бастауымыз керек деген. Осы сәттен бастап мен ең бірінші өзім миымда бағдарламаларды құрастырып бастадым. Содан кейін соңғы 4 жылда осы бағдарламалардың авторлық құқық қорғап, барлығын құрастырып, бұл жерде бағдарламаны тек білім аясында емес, қазіргі балалардың меңгеруі басқа, қабылдауы басқа балалардың психологиясына сай қылып, психологтармен, дефектолог, логопедтермен бірігіп жұмыс жасау арқылы осы методикаларым жарық көрді. Қазір таңда бұл методикамен 6000-нан аса оқушы оқыды, өте керемет нәтиже көрсетті. Мектеп алды даярлық тобынан бірнеше балаларды дайындадым, лицей, гимназияға оқуға түсті. Бұның методиканың аты бар ма сонда? Бұл методиканың аты ең бірінші мен математика оқулығын шығардым. Одан кейін әліппе жылдам оқу құпиялары оқулығына көп уақытым кетті. Себебі бұл жерде басты проблема бірінші сыныптарда.
оқу жылдамдығы. Балалар бізде қазақ тілінде басқа елдерге қарағанда әріп саны өте көп. Балалар жаттаған кезде бастапқы 10 әріпті жаттау мүмкін, ал қалғанын ұмытып қалады. Және ол ұмытып қалғасын мәтін ішінде, сөз ішінде кездескен кезде оны оқи алмай отырады. Ең басты проблема осы әріптерді 5 жастағы балаға қалай жаттатамын. Қандай оңай әдіспен жаттатуға болады. Және ол бала оны ұмытпау керек. Осы басты проблема болды. Содан кейін әртүрлі ізденіп, әртүрлі материалдарды жинақтап, 5 қадам ережесін шығардым. 5 қадам деген бірінші әріпті суретпен байланыстырып жаттаймыз. Неге суретпен? Себебі балада ассоциация болу керек, яғни ұқсату болу керек. Біз символ арқылы, ш деп тек символды, карточканы көрсету арқылы жаттасақ, оны бала бірден қабылдай алмайды. Біз ұқсату арқылы, яғни образбен жаттасақ, оң жақ ми бөлігіне символ арқылы барған әріп, сол жақ ми бөлігіне жаңағы образды түрде, сол жақ ми бөлігіне символ түрінде жақсы ауысады. Бұл кеңесті арнайы Ресейден келген Дмитрий Зайцев, жаңа неврологический центрдің директоры, осы кісінің қолдауымен, кеңесімен осы оқулыққа енгіздік. Өте керемет нәтиже беріп жатыр. Және екінші, бұл әліппе оқулығым арқылы балалар бірінші сабақтан буындап оқып қосып кете алады. Бірінші сабақтан, иә. Себебі бұл әріптің реттілігі қазіргі әліппенің реттілігінен басқаша. Қазіргі әліппеде, мысалы, А, Р деп кететін болса, бұл әліппеде А, Т, П, Н деп реттілікпен кетеді. Неге А, Т, П-ны бірінші балаға келген бойда үйретеміз? Себебі онтогенез бойынша балада 1 жасында ашық буындар пайда болады. Яғни ашық буын дегеніміз дауыссыз дыбыстан басталады, дауысты дыбыстан аяқталатын. Та деп айтып жүреді балалар 1 жасқа келгенде. Па, на. Осы буындар онтогенез бойынша бала біледі. Та, па, на деген буындарды. Енді ол 5 жасқа келгенде біз әріпті үйрету арқылы бірден оны буынға түсіреміз. Бірінші әріпті 5 қадам бойынша үйретеміз. Бірінші суретпен байланыстырамыз, екінші балаға элементтерін жаттатамыз. Яғни ол үшін жаман кетіргіш деген мысал алдық. Ол элементтерін жаттатып қана қоймай, оң, сол, бала білуге, стандартты түрде білуге тиісті ұғымдар, асты, үсті, ортасы, бағыттарды үйретеміз. Одан кейін 3-ші бағыт ол ассоциация, яғни ұқсату. Бұл жерде бала әріпті өзінің воображение дейміз, ойлауындағы нәрсеге ұқсатып қана қоймайды, тіл дамыту. Яғни бас әріпіне 3 сұрақ қойылады, кіші әріпіне 3 сұрақ қойылады. Бала сұраққа жауап бергенде қана оның тілі дамиды. Мысалы, бір сұрақ қоямыз, ол бала қате жауап берсе, оны түзетеміз. Түзеткен күйінде ол бала сізге қайталап айтып беру керек. Осылай 42 әріпке, әрбір бас әріпіне, кіші әріпіне әр сабақ сайын сұрақ қойғанда, ол баланың лексиконында сөздік қоры көбейеді. Себебі әр сабақ сайын ол жаңа сөздермен танысады. 4-ші бағыт ол моторика. Яғни мына саусақ ұштарында көпшіктер болады, подушкілер. Ол мимен өте тығыз байланысты. Мына сұқ саусақпен баланың миы өте тығыз байланысты. Сондықтан қызыл бағыт арқылы 4-ші бағытта осы әріптер салдыртамыз. Ал 5-ші қадам ол үзік сызықтарды қосу арқылы бір әріпті 27 рет қайталады. Яғни әр қатарда 3-тен тұрады. Осы қайталау арқылы әріптерді жазады. Осы 27 дегенде бір мән бар ма? Ол жолға сыйғанша. Жалпы содан кейін бұл 4 әріпті қатар осылай 5 бағытпен үйретеміз, сосын оны бірден буынға түсіреміз. Ал буынға түсіреміз, қалай түсіреміз? Бірінші ашық буындарды үйретеміз. Та, па, на деп. Одан кейін тұйық буындарды үйретеміз. Ат, ап, ан деген. Одан кейін бітеу буындарды үйретеміз. Тат. Бізде 1-ші сыныпта бітеу буын проблема оқу. Бала та дегенді оқиды да, оны келесі тыға қоса алмайды. Оны ыт деп айтылатын білмейді. Тат. Сонда орыс тіліндегі ударение сияқты ортасындағы дауысты дыбыстарға біздер ударение қойып береміз. Бала үйреніп кеткенше. Оқыту әдісі осындай. Тат, тат, тат.
пап деп. Бұл бірінші әдіс. Екінші вертикаль горизонталь бағытта оқытамыз. Вертикаль бағытта та қайталап 3 рет қайталатамыз. Нормотипичный балаларға бізде ЗРР, ЗПР балалар өте көп та. Біз оларды да оқытамыз, бірақ осындай диагнозынан 10%, 15% қалса қана оқытамыз. Себебі олардың қабылдауы жақсы болады да. Бұл балаларға 7 рет қайталатамыз. Бұл 3-7 деген сандар тектен-текке алынбаған, балалар психологтармен ақылдаса отырып алынған нәрсе. Нормотипичный балалар 3 рет қайталағанда бірден жаттап алуға тиісті. Осы әдістерді қолдана отырып, балаларға бірден буынға түсіп оқуды үйретеміз. Сосын ары қарай келесі әріптерді өткен кезде жаттығулар арқылы бекітеміз. Сосын тағы бір проблема, ол балалар зеркально оқиды. Яғни әріптердің орнын ауыстырады. Та деген сөзді ат деп оқиды, ат деген сөзді та деп оқиды. Ол қазіргі заманның проблемасы ма, или бұрыннан бар мәселе ме? Қазіргі балаларда өте көп. Немен байланысты? Бар. Себебі телефонда көп қарайды. Телефонда қайталанатын эпизодтар өте көп. Қайталанатын. Осы қайталану баланың миында да қалып қояды. Сондықтан олар бір бағытты көп естегендіктен ары қарай уже дамуға, оны оқуға балалардың миы жетпей отырады. Сондықтан олар бір бағытта көре береді. Екіншіден, олардың көру аймағы тек телефонмен ғана шектелген. Негізі бастауыш сыныптың баласы А4 форматтағы бір жолдағы сөзді еркін көріп тұру керек. Бір жол деген, мысалға, былай ғой, 4-5 сөз ғой. 4-5 сөзді 6-7 сөзден құралған сөзді бала бірден көру керек. Және оқыған кезде де оны қиналмай оқи алатын жағдайда болу керек та. Ал қазіргі балаларда неге жылдам оқи алмайды? Ата-аналар осындай немен келеді. Неге бұл бала жылдам оқи алмайды? Секундқа оқыған кезде ме? Секундқа оқу техникасы алынады. Неге жылдам оқи алмайды? Неге есепті жылдам шығара алмайды? Осындай проблемамен көп келеді біздің орталыққа. Себебі баланың көру аймағы кішірейіп қалған. Біз ол балалар 4-ші сыныпта отырса да, буындап оқып келеді. 2 әріп, 3 әріппен. Неліктен? Себебі ол 1-ші сыныпта фундамент дұрыс қаланбаған. Осы жерден сұрақ қояйыншы. 4-ші классқа келгенше ол баланың жаңағындай дұрыстап оқи алмауы да, 4-ші класста бала зуылдатып оқу керек қой, мәтінді да. Проблемаға кім жауап беру керек? Кім кінәлі? Мектептегі мұғалім ба? Или үйдегі ата-ана ма? Бұл жерде ең бірінші, жалпы 1-ші сыныпқа қалай және қашан дайындау керек деген сұрақ қойылу керек та. Жоқ, одан кейін де 4 жыл өтті ғой уже. Ең бірінші фундамент сол 1-ші сыныптан басталу керек. Әкелер енді жұмыста жүреді, ал аналар психологиялық тұрғыда және физиологиялық тұрғыда 1-ші сыныпқа баласы барады ма, дайын болу керек. Психологиялық тұрғыда дайын болу деген анасы дайын болу керек. Анасы дайын болу керек. Психологиялық тұрғыда дайын болу деген ата-ана өзін бала 1-ші сыныпты аяқтағанша ересек позициясын ұстау керек. Ересек позициясы дегеніміз не? Яғни бала, ол өмірі ручка ұстап көрмеген бала, қаламызда өмірі кітаптың бетін ашпаған бала болуы мүмкін. Сол кезде ол балаға ұрыспай, ұрмай, қолдау білдіру керек. Балаға психологиялық тұрда ештеңе етпейді. Жаңадан дәптер ашып жазамыз. Сызсаң да ештеңе етпейді. Мынаны бастаймыз. Оқи алмай жатсаң ештеңе етпейді. 3-ші сабақта оқисың. Үйден осылай үнемі қолдау білдіріп отыру керек. Үйдегі бақылау, қолдау маңызды ғой да? Маңызды, әрине. 1-ші сыныпта бала дұрыстап үйренсе, ол ары қарай 2-ші сыныпта да қиналмайды. Сондықтан 1-ші сыныпқа баратын ата-ана, соның ішінде аналар дайын болу керек. Екінші айтатыным, ана кем дегенде 3-4 сағатын осы 1-ші сыныпқа баратын, жаңадан мектеп табалдырығын аттайтын балаға арнау керек та. Күніне? Күніне. Күнде стабильны түрде дисциплинаны сақтай отырып, ол 3-4 сағат неге кетеді? 1,5 сағаты баламен бірге контакт орната отырып, үй тапсырмасын орындау керек. Білмеген жерін түсіндіру керек. Ең әуелі жаңағы бөлек параққа жаздыртып, содан кейін дәптерге көшіруге, арасында баланы мақтауға, арасында үзіліс жасап ойнатуға, осындай балаға мейірімділік таныту керек. Одан кейін 1,5 сағат балаға сұрақ жауап, серуен, осылай егер әрбір ана дамытатын болса,
біздің балаларымыздың фундаменті өте мықты болады. Бірінші сыныпта бала өте керемет алып шықса, екінші сыныпқа барғанда бала қиналмайды. Бізде ата-аналар өкінішке орай, барлығы демеймін, бірақ енді бір 60-70% жұмыста. Жаңағы 4 сағат тұрмақ, 1 сағат уақытын арнай алмайды. Олар жаңағы ата-әжесіне оқытуға береді, немесе үйдің үлкендеріне, үлкен балаларына оқытуға береді. Ал олар ұрсып оқытуы мүмкін, оның оқыту техникасын білмеуі мүмкін. Осындай, немесе арнайы маманға беру керек. Өзіңіздің жарайды енді қолыңыз тимей ма, жұмыстасыз ба, арнайы маманға беру керек. Бірақ кез келген оқу орталыққа біздің ата-аналар кіргізіп есігін жауып кетіп қалады да. Сонымен орталыққа барған кезде баламен дұрыс осы маман айналыса ма? Ол маман қандай бағдарламамен оқытып жатыр? Ол бағдарлама кімдікі? Диагностика ол балаға жасалды ма? Жоқ. Олар пробный сабаққа кіргізеді, сосын арғарай сол бала соның ішінде әйтеуір үй жұмысын орындап жазып келіп жүреді. Олай болмайды. Менің репетитор Ақтау оқу орталығы бар. 2023 жылы тамыз айында ашылды. Қазір енді 1 жылға таман жұмыс жасап келеміз. Жақсы нәтижелер көрсетіп келеміз. Біздің репетитор Ақтау оқу орталығының басқа орталықтардан ерекшелігі, барлық сынып менің авторлық бағдарламаммен оқиды. Кез келген даярлық топтарынан бастап, 4 сыныпқа дейін менің авторлық бағдарламалармен оқиды. Бұл басқа оқу орталықтарда жоқ. Тек қана біздің оқу орталықта бар. Даярлық тобына келген балаға ең бірінші ол әріп танымайды, сан танымайды, оның ойлау қабілетін, есте сақтау қабілетін тексеретін арнайы диагностика оқулығым бар. Осы диагностика жасаймын ол балаға, содан кейін осы балаға 1 айдың ішінде қандай жұмыстар жасалынады. Бағдарлама құрамын, сол бағдарламаны ата-анаға таныстырам. Ата-ананың қолында сол бағдарламаға жауаптар тұрады. Ата-ана диагностикаға міндетті түрде қатыстырамын. Әрбір келген балаға диагностика жасайсыз? Өзім арнайы барып диагностика жасаймын. Ол тек қана жаңа даярлық топқа келген балаға қатысты ма? Жоқ, барлық балаға да өзім диагностика жасаймын. Себебі менің авторлық бағдарламам болғандықтан сол балаға қайсысын ол бала білет, қай жерден ол бала ақсап тұр, сол жерін дамытуға бағдарлама құрып берем. Жоспар, 1 айлық жоспар құрып берем. 1 ай осы жоспардың барлығын орындағаннан кейін жаңағы орындады деген галочкаларды қойып, ата-анаға біз отчет береміз. Біз бұл бала, мысалы, көбейту таблицасын жаттады, қосу кестесіне мынандай моменттерді, жылдам оқу жылдамдығы мынандай 2 есеге артты деген сияқты осындай әрбір ата-анаға отчет беріп отырамыз. Бізде орталықта енді бірнеше маман жұмыс жасайды, мұғалімдер, мен барлығына үлгермейтін болғандықтан, бірақ диагностиканы мен өзім жасаймын. Сонда негізгі акцент қоятын пәндер, салалар сіздерде? Қазақ тілі әдебиеті, да? Қазақ тілі, жалпы? Жоғары сыныптарға әдебиет, сосын математика. Осы 3 бағыт. Сосын сөйлеуін дамыту балалардың, лексиконын көбейту. Қазіргі балалар сөйлеп білмейді. Мысалы, 4 сыныпта 2 абзацты оқыған бала тек қана ішіндегі 2 сөйлемін ғана айта алады. Неге? Себебі ол 1 сыныпта ол баланың әріпті үйренгеннен бастап лексиконы дамымаған. Әңгімені оқып отырған кезде сол бойынша образ құрастыратын едік қой біріміз. Әдеби кітап оқыған кезде қазір жоқ та? Ондай балаларда қазір түсінік жоқ. Балалар мәтінді жаттап айтады, немесе басын айтады да, ары қарай кішкене дайындай алайыншы деген сияқты. Соның барлығы немен байланысты? Қазіргі заманда сотовыймен байланысты? Телефонды көп қараудан, екінші ата-ана тарапынан бақылау болмағандықтан. Ата-ана манағы айтқан 1 сыныпта міндетті түрде сол 1 сыныпқа баратын баласы үшін уақытын босатып, мейірімін төге отырып, сол баламен дайындалу керек. 1 сынып не 1 жыл уақытын кетірсінші сол балаға, ол бала 11 сыныпқа дейін ешқандай проблемасы болмайды. Ал бізде ата-аналар 1 сыныпта баға шықпайды ғой. Соны пайдаланып 2 сыныпқа барғасын мән беріледі ғой дейді. 1 сыныпта баға шықпайды. Сосын бір жағынан ол жақсы, балалардың кішкене қалыптасуына, бейімделуіне, бірақ екінші жағынан ата-аналар босаңсып кетеді. Баға шықпайды, жазып жүрсе болды. 2 сыныпқа барғанда жазда дайындаламыз ғой дейді. Ал бірақ жазда
олар қыдырады, сөйтіп дәл сол әріпті танымаған күйі, дәл сол 42 әріптің тек 20-30-ын жатқа білген күйі екінші сыныпқа барды. Ал Жартысын екінші ұмытып қалады дейсіз ғой сыныпта жазда. қазіргі бағдарлама бойынша көбейту таблицасы. Бұрынғы 4-ші сыныптың Иә. бағдарламасы қазір 2-ші сыныпта оқытылады. Мектепте. Иә, мектепте 1-ші сыныптың 490-ында теңдеулер шешіледі. Мысалға, сол үшінде мен қазір барлық тікелей эфирлерде де айтатын, баланы мектепке дайындап апарыңыздар. Ол бала мектепке оқып бару керек. Буындап болса да оқып бару керек. Есепті 10-20-ға дейін шығарып бару керек. Мәтінді түсініп бару керек. Неге? Себебі ол бала әріпті өтіп жатады да, мына жақтан дүниетану, жаратылыстану деген пәндер бар. Одан мазмұн айту береді. Одан түсінік айту береді. Одан тапсырмаларды өзі бала оқып түсініп, суретін салу, тапсырмаларды орындау береді. Ал ол бала әріпті білмей барса, санды білмей барса, ол дүниетану, жаратылыстануда ақсап қалады ол жерде. Сондықтан мектеп алды даярлық деген топ көп ата-ана мән бермейді. Осы топқа балаларды дайындау керек. Балаңыз 5 жасқа келді ма, дабыл қағу керек. Баламды мен мектепке дайындауым керекпін. Осы баланы мектепке дайындауға мен 2 сағатымды бөлуім керекпін. Және мектепке дайындағанда ол репетитор маманға апарды, болды деген сөз емес. 3 тарапта жұмыс жасалу керек. Бірінші, мұғалім 40% құрайды. Оқушы 30% құрайды, ата-ана 30%. Осы үшеу біріккенде баладан 1 айдың ішінде 100% нәтиже шығаруға болады. Ал ата-ана егерде кейін шегінетін болса, ол баладан 70% нәтиже шығады. Тек қана бұл жерде мұғалім мен балалар ғана жұмыс жасайды. Ата-ана үйден қайталады. Қайталау оқу анасы деген, мына оқу орталықта, тіпті мектепті айтпай қойайын, оқу орталықта өткен материалды ата-ана просто 20 минут уақытын бөліп, не өттің, қайсы көрсетші. Мынаны өттің, айтып көрші. Міне, күнде осындай темппен дисциплина сақталу керек. Дисциплинаны сақтай өткен әріпін күнде сұраса, ол баланың есінде қалады. Және қайсы оқып берші, күшті оқиды екен. Бала 5 жаста мақтағаннан өте жоғары мотивация алады. Және ол оқу орталыққа барғысы да келіп тұрады. Ол баланың білгісі де келіп тұрады. Енді бізде көп ата-аналарда қазіргі баланы 4 жасынан бастап, 4,5-ға келема қолына кітап беріп, қалам беріп, үйретіп бастайды. 4,5 жастағы баламды ала қойыңызшы оқу орталықта, мектеп алды даярлық тобына алыңызшы, мен 5 жастан асып кетеді, ол 6-ға жақындап қалады, 1-ші сыныпқа бару керек деп дабыл қағып келетін ата-аналар бар. Жоқ, 5 жасқа дейін балаға қағаз, қалам беріп жазуға бағыттап та оқытуға болмайды. 5 жасқа дейін баланың көп сөйлесіп, баланың сөйлеу тілін дамыту керек. Екінші, баланың логикасын дамыту керек. Яғни сұрақ қою арқылы ол баладан жауап алу керек. Көп сөйлесу керек ол баламен. Үшіншіден, логикалық ойындар ойнау керек. Баламен көп уақыт өткізу керек. Осы 1-ден 5 жасқа дейінгі аралық ойын түріндегі форматта болу керек. Балаңыз қалай 5-ке толды, 5 жас 1 ай болды, мектепке дайындықты бастау керек. Бізде ата-аналар 2 ай қалғанда, мына балам гимназияға түсу керек деп келетін ата-аналар бар. Осыны неше теңге сұрасаңыз да беремін, дайындап беріңізші дейді. Жоқ, ол бұл жерде әңгіме ақшада емес. Әңгіме ол баланың қабылдауында. Ол бала 1 айдың ішінде қабылдай алмайды. Әрине. Ол 6-ға толуына 2 ай қалған кезде, ол жаңа 5 жастан бастап ештеңеге дайындалмаған бала қабылдай алмайды. Сондықтан 5 жасқа балаңыз қалай толды, мектеп алды даярлық тобына беру керек. Және берген орталықтың да ұстазымен қалай оқытып жатыр, қандай методикамен оған, осыған аса зор мән беру керек. Орталықтан орталыққа баланы мысалы ауыстырып жүреді. Мына орталыққа беріп едім, нәтиже болмады. Білмеймін немен оқытқан дейді. На самом деле ол ата-ана барып, қайсы бағдарламаңызды көрейін, сіз не істейсіз сонда 1 айда? 1 ай болып қалай жұмыс жасайсыз деген сұрақ қойылған жоқ та ол жерде. Өйткені ондай қазіргі таңда осындай методикалардың бар екенін білмейді ғой көп адам. Сосын бұрынғы жаңағы бастауыштан оқыттық, бәріміз де бастауыштан шықтық. Сол әдіспен оқытылады, сол 42 әріп, қалай оқыса да сол 42 әріп деген сияқты барады да любой неге жаңағы орталыққа береді ғой. Осы мақсатта енді мен қазір
біздің орталықтың мұғалімдерін мен өзім курстан өткіземін. Арнайы осы бағдарламаларды оқытып аламын. Ол өзіңе келген біздің ұстаздарды. репетитор ақтау оқу орталығына жұмысқа тұратын мұғалімдер базалық білімі болады, бастауыш сынып міндетті түрде педагогикалық мамандықта болу керек. Содан кейін өзімнің авторлық методикамның оқытылу жолын, балаға қалай подход жасау керек, бұл балаларды, қиын балаларды қалай үйрету керек, тез қабылдайтын балаларды қалай үйрету керек, осылардың барлығын оқытып аламын. Арнайы тест тапсырады, содан кейін мен орталыққа қабылдаймын. Себебі әрбір ата-ананың алдында мен жауаптымын. Әрбір ата-ананың баласы үшін жауаптымын. Біріншіден олардың қауіпсіздігіне, екіншіден білім дәрежесіне жауаптымын. Сондықтан осы бірінші мен ұстаздарымды сөйтіп оқытып аламын. Енді қазіргі таңда бір орталықпен мен бүкіл баланы қамти алмаймын. Бүкіл балаларға оңай әдіспен 42 әріпті жаттатып буынға түсіріп оқыта алмаймын. Сондықтан қазіргі таңда мен мұғалімдерді, осы тәрбиешілерді, одан кейін бастауыш сынып мұғалімдерін оқытатын арнайы курс аштым. Осы 13-інде бірінші поток аяқталады. Ол жерде 30 мұғалім Жаңаөзен қаласынан, Ақтау қаласынан, ауылдық аймақтардан мұғалімдер осы менің методикамды аяқтап бітірді, оқытылу тәсілін. Сұрақ қойыншы, бұл сізге келіп жатқан оқытушылар, ұстаздарда, олар бұрыннан кәдімгі жұмыс жасап жүрген мамандар ғой да, мектептегі мұғалімдер, мектепте бастауыштан жас ерекшеліктері әртүрлі. Әртүрлі. Оған бірнеше жыл стажы бар адамдар да келуі мүмкін да. Сонда ол кісілер сіздің жаңағы шығарып құрастырған методикаңыздың бұрынғы мектепте келе жатырған министерствоның бекіткен методикасынан тиімді екендігін мойындап келіп отыр да. Осыны мойындап, осы курста бір сабақтың өзінде 10-15 әдісті үйретем. Оның қалай оқыту керек. Қанша уақыт оқиды сізде ол кісілер? Бір ай оқиды. 5 күн ол мұғалімдер жұмысын жасайды. Сенбі, жексенбі күні оқиды. Мысалы, әліппені бір күн оқимыз. Сол жерде біздің оқу орталықтың оқушыларымен немесе өздерінің сыныбындағы оқушыларды ең қиын деген оқушыны алып келеді. Мен сол жерде мұғалімдердің көзінше диагностика жасап практика өткізем. Ол баламен қалай жұмыс жасау керек, осы сол баласына, алып келген оқушысына бағдарлама құрып берем. Сол баланы сол сабақта буындап оқытып үйретіп жіберем. Бірден практика алады. Содан кейін ол жаңағы топтағы бір мұғалім шығып, ол бала тағы практика жасайды. Барлық ұстаздардың көзінше практика жасайды. Сол жерде қателіктері болса, ұсыныстарым болса айтамын, соны түзетіп, оны екінші мұғалім қайталайды. Сөйтіп барлық ұстаз оқушылармен бірге теориядан өтеді, одан кейін практикадан өтеді сол жерде. Бұл методикалардың КМЖ деп аталады, яғни қысқаша мерзімдік жоспары құрылған. Арнайы әріптерді бөліп қойдым, планы. Жанына өздерінің сабақ өтетін даталарын жазады, дидактикалық материалдарын, көрнекілік құралдарын жазады. Осындай сосын презентациясын дайындап қойдым. Бірнеше жас мамандар бар. Мысалы, мектепке жұмысқа тұрған. Ал ол жас маманның тек университетте алғанға да білімі бар. Ал ол балаға нені үйретеді? Содан сыныптағы балалар зардап шегеді. Үйрететін методикасы жоқ. Осындай жас мамандарды көп оқыттым. Осыған дейін жеке ұстаздарды оқытып жүрдім. Қазір ұстаз саны көбейгендіктен арнайы курс ашып, осы курсқа оқытып жатырмын. Осы жас мамандарға арнап, жалпы барлық ұстаздарға арнап презентация дайындап қойдым. Осы оқулық бойынша. Презентацияны қазір барлық мектептерде интерактивті тақта бар. Осы презентацияны қосу арқылы, баланың көзіне көрсету арқылы презентацияны өткізе отырып, сабағын өткізеді. Сонда ол ұстазда да мына методиканы мен ұмытып қалмайын ба сізден оқығанда деген сияқты, балаға қалай жеткізем деген сияқты қорқыныш болмайды. Ол ұстазда, курстан өткен ұстазда барлық фокус осы баланы 42 әріпті жаттатып, буындап, жылдам оқытып жіберу. Осы мәселе бойынша барлық материалдар дайын. Егер интерактивті тақта жоқ болған жағдайда, жекелеп бала оқытатын болса, ноутбуктен көрсетуге болады. Немесе мынандай алып кітап қылып шығарып береміз. Осы кітапты аша отырып балаларды үйретеді. Бұл кісілер сонда сізден бір айлық курсты алып бітірді.
жаңағы курсты меңгерді, сосын ол өзі жеке репетитор болып оқыта береді, иә? Сіз сондай сертификат бересіз, да? Болмаса жаңа мектепке барып, мектептегі бастауыштағы бірінші или жаңағы нулевой жоқ қой да қазір. Кейбір мектептерде сол жаққа барып пайдалана алады, да? Олар сонда айта ма, жаңағы Гүлсайруздың шығарған методикасы бойынша оқытамын деген сияқты, да? Гүлсайруз Ағзамқызының авторлық методикасымен оқытамын. Мектепте пайдалануға көп алып жатыр ұстаздар курсты. Себебі қазіргі балалар манағы айтқан әріптер жаттағанда буынға түсу оқи алмайды. Содан кейін тәрбиешілер көп оқып жатыр. Балабақшада, мектептердегі мектеп алдық даярлық тобын жауып тастады да, оны балабақшаға берді қазіргі таңда. Балабақшада 5-6 жасқа дейін балабақшадан мектеп алдық даярлық тобына қалады. Балабақшаның балаларына бұл өте керемет методика. Себебі олар бүкіл күнін осы балабақшада өткізеді. Түске дейін бір сабақ, 1,5 сағаттық, түстен кейін бір сабақ. Осылай 9 ай баланы оқытса, егер тәрбиешілер осы методикамен, ол бала 100% мектепке дайын болып шығады. Осыны түсінген ұстаздар Инстаграм арқылы жазылып, курстан өтіп, балабақшадағы дайындықта жүрген балаларды оқытып бастап жатыр. Енді менде мынадай сұрақ туындап тұр да қазір. Жалпы білім беретін мектептерге осы методиканы неге енгізбеске? Неге ол тақырыпты көтеруге болмай ма? Жалпы болашақта ұсыну ойымда бар. Оның процесі, бару жолы кішкене қиындау қазіргі таңда. Бірақ осы әліппені мен өзім Бақыт мектебінде осы соңғы 3 жылда сабақ бердім. Ол жерде орыс сыныптары, қазақ сыныптары жоқ. Осы қазақ тілі. Орыс сынып па өтті қана? Ол жерде орыс сыныптары, частный мектеп, жекеменшік мектеп гимназиясы. Осы әліппе оқулығымды мектеп бағдарламасына енгізді. Орыс сыныбының 80% қазақ балалары. Бірақ мысалы 10 сөйлем айтсаңыз, бір сөйлемін ғана, ішінде қарапайым сөздері ғана бар сөзді түсінеді. Мен соларға қазақ тілінен сабақ бердім, бірінші сыныптарға. Ана қазақ балаларын көргенде менің қатты жаным ашты. Өзінің ана тілдерінде бірінші сыныптан бастап бұл балалар білмей отыр, ол ертең ұмытып кету қаупі бар. Біздің тілімізге де ұмытып кету қаупі бар. Директорге барып, мен осындай бағдарламам бар, авторлық, мен осы қазақ тілі сабағында осыны қолданайын деп едім. Сіздің мектеп бағдарламасына 0-ші сыныптан бастап ұсынсам болады ма деп, ол кісі бағдарламаны көріп таң қалды. Мынау дейтін қандай керемет бағдарлама, әдіс тәсілдерінің барлығын түсіндірдім. Бірден аламыз деп келісім берді. Сөйтіп мектеп бағдарламасына кірістірдік. Орыс балалары 1 айдың ішінде интересная книга деп қызығушылығы оянып, ана іші суретті әліппе ғой. Сол себепті ішіндегі жаңағы әрбір сөзінің аудармасымен бірге. Бірінші орысша айтамыз, орыс тілінде, одан кейін қазақ тіліне аударып, оны және мәтін құрастырып, одан ол балалардың қазақ тілінде сөйлеуіне де зор ықпалын тигізді. Орыс тілді балаларды қазақ тіліне үйретуге де бұл әліппенің пайдасы зор. Ол мектепте тек қана қазақ тілі сабағының шеңберінде ғана, қазақ тілінің шеңберінде ғана қолданылды. Нәтижесі бар дейсіз? Нәтижесі 1 айда өте керемет нәтиже. Енді ол балалар бірден қазақ тілін меңгере алды, себебі қаны қазақ қой олардың. Ол балалардың қанында ана тілі бар. Оған тек үйрететін бір толчок керекті. Осы менің оқулығым оларға прям толчок болды. 1 айда ол балалардың қазақ тіліне деген қызығушылығы күрт өсті. Мен өзім таң қалдым, себебі бірінші рет практиковать еттім сол орыс балаларына. Ол да болса тәжірибе дейсіз. Ол да тәжірибе болды маған. Қазіргі таңда сол мектепте бар ғой да, бұл методика бар ғой. Нешінші жыл қолданып жатыр? Бірінші жыл міне осы, бірінші жыл. Енді келесі жылы келген 0-ші сыныптарға да қолданды. Жалпы 0 мен 1-ге қазақ тілі пәніне осы оқулықты енгізуге ұсыныс тастадым, қарастырылуда. Жалпы егерде мынаны бұл методиканы сіз айттыңыз 42 әріпті 1 айдың ішінде толық жаттап болады дедіңіз. Бірінші сабақтың өзінен уже буындарға 4 әріпті үйреніп, буындап бала оқи алатын жағдайда болады да. Егерде оны жалпы орта білім мектептері бар ғой,
яғни жаппай сол жерде ғой қазір балалардың барлығы. Сол жаққа енгізетін болса қандай керемет болар еді деп ойлап отырмын да. Ол жерде мысалы ата ананың да проблемасы жартылауы мүмкін еді, оқытушының да. Одан қалса жаңағы біздің жаңағы основной рөлдегі кейіпкеріміз балалар ғой енді. Балалардың да проблемасы азаяр еді да. Әрине. Керемет. Ал математика жөнінде не айта аласыз? Мысалы қолдау тапсы. Математикада міне 2 кітап осындай формада сіздің кітаптарыңызда. Бұл кәдімгі кітап форматта бар. Бұл оқытушыларға кітап форматта беріледі. Бұл тек кітап қана емес, бұл дәптер ретінде деп айтылады. Әліппенің өзі 139 беттен тұрады. Әр бет осындай суретпен байланыстыру, мана айтқан жаман кетіргіш, ассоциация арқылы моторика дамыту. Мына бетіне бала тапсырмаларды орындап жазады. Суретті әліппе балаларға ыңғайлап осындай А4 форматта шығарамыз. Бұл әрбір балаға осындай дәптер бересіз. Арнайы осындай дәптер беріледі. Бұл жерде суретті әліппе бала өте қызық оқиды. Сосын бұл жерде арнайы жаттығулар бар. Жаттығу жұмыстарын да орындайды. Бұл жерде осы кітапқа сыза отырып, жаттығу таудан сырғанау деген сияқты шарларды суреттерге сөйлем құрастыру, әртүрлі осындай жаттығулар. Моншақтарды түзу деген сияқты әр әріпке арналған өзінің арнайы жаттығулары бар. Бұл оқулықты 4 жылдан аса уақыт дайындадым дейсіз. Сонда мына осы бір кітапты бір ай бойына оқып шығып тауысады, Енді бір ай нақты бала 42 әріпті өтеді деп айта алмаймын. Себебі әр топтағы бізде орталықтағы практикада деңгейі қабылдауы әртүрлі. Сондықтан енді бастап келе жатқан балалар бір топта болады. Олар ай жарым оқуы мүмкін, 2 ай оқуы да мүмкін. Негізі жоспар бойынша нормотипичный балалар үшін бір айда 42 әріпті толық меңгеріп, мәтін оқитын деңгейге жеткізуге болады. Мен өзім жеке сабақтар өткізем. Жеке сабақтан өткен балалар 42 әріп түгел бір айдың ішінде жаттайды. Индивидуально өткізген балалар. Олар жаттап мәтін оқи алады. Сонымен қоса, тек бұл жерде 2 оқулық емес, математика оқулығы бар, нейрожазу деген бар. Біз мектепке нейрожазу деген қалай? Нейрожазу дегеніміз, ол да бір қазіргі проблема, жаңа почерктері, баланың почеркін түзейтін. Ең бірінші балаға қалам ұстаған кезде баланың миын дайындау керек. Қалам ұстауған баланың миын дайындау керек. Ал мысалы былай біз айтамыз, көп мектептерде енді қазір былай бірінші таяқшалардан бастайды. Ал осы таяқшаларды сызу үшін бала бірінші оны миымен ойлау керек, миымен қабылдау керек. Ол таяқшаны түзу сызу үшін миымен қабылдау керек. Ең бірінші біз кеңістікте көзбен сыздыртамыз. Нейрожазу. Көзбен былай оңнан солға, жоғарыдан төмен былай кеңістікте сызады. Содан кейін барып қолмен нейрожаттығулар жасайды. Осы сызуға байланысты жаттығу жұмысын орындайды. Содан кейін бала түп-түзу болып сызады. Себебі оның миы жаттыққан. Мимен тікелей жұмыс жасаймыз. Мысалы, сегіздіктер, әдемі сандарды салу, осының барлығы осы нейрожазу бағытында, осы нейрожазу аясында, осы оқулық аясында дайындаймыз. Бірден әдемі жазуға көшіп кетпейміз. Бірінші нейрожазудан өтеді бала, содан кейін барып әдемі жазуға көшеміз. Әдемі жазу деген арнайы бағдарламам бар. Ол жерде әріптердің элементтері жазылады. Одан кейін сол әріпке байланысты сөздер жазылады. Сол әріпке байланысты шағын диктант жазады. Баланы бірден сауаттылыққа үйретеміз. Яғни сауатты диктант жазу. Нейрожазудан өтпеген бала, ол бірінші сыныптың 2.90-на дейін жазу әдемі болуы мүмкін. Үйде ата-анасының қадағалауымен, одан кейін жазуы бұзылып кетуі мүмкін. Неге? Себебі оның миы әлі дайын емес. Яғни фиксирование руки деген бар. Яғни қолды қатты қалып ұстап жазу. Бір балалардың тонусы өте қатты болады. Қатты ұстап жатып басып. Бір балалар жай басады. Бір әріптің бір шеті болса, бір шеті болмайды. Осының барлығы мына қолдың тонусын реттейтін осы нейрожазу. Соның бәріне мән бересіз, осының барлығына біздің орталықта осының барлығы орындалды. Ол да сіздің методика ма? Ол да мен методикам. Осы нейрожазу бағдарламасы бойынша бізде Ақтауда ешбір орталықта оқытпайды. Бірден жазуға көшіп кетеді элементтерді. Көркем жазу, каллиграфия дегенді естіп жүрміз, бірақ нейрожазу дегенді мен енді өзім алғаш естіп отырмын да. Шынымен ой тастарлық дүние екен деп отырмын. Әйтпесе мысалға жаңа көзбен бүйтіп кеңістікте сызу, түзу сызықты да.
сосын қолмен сызуды кеңістікте содан кейін барып қалам алу да. Қалам ұстаудың да өзіндік ережесі бар. Қалам ұстауды жоғарыдан төмен қарай сырғытып үйретеміз. Қаламды ұстау. 1 ай бойы бала жоғарыдан төмен қарай сырғытып ұстайды. Және дәптерді алдына қоюдың өзінің ережесі бар. Иә, сол қалай дұрыс. Біз қиғаштап қоямыз, кейде бите қоямыз, тікесіне қоямыз. Оң жазатын балалар өзіне, кеудесіне тіке 45 градуста осылай жазу керек. Ал солақай жазатын балалар былай жазады. Осының арнайы ережелерінің барлығы неде осы нейрожазу оқулығында бар. Ал біз мектепке дайынбыз ба оқулығы диагностика, әліппе, математика осы базовый білімнен өткеннен кейін ол жерде дүниетану, жаратылыстану пәндері де бар. Соның базовый білімі. Осы полный курстан өткен бала 1-ші сыныпқа толығымен дайын болып барады. Осы орталықта осы жаңа міндеттелген балаларға. Бірақ бізде ата-аналар өкінішке орай 1 ай әкеледі, 2 ай алып келеді, 3-ші ай әкелу ерініп қалады. Неге? Енді бала оқып кетеді ғой ол жерде. Әріптерді біледі, зулатып оқып тұрады, математика есеп шығарып тұрады. Сосын тасуға ерініп кетеді. Дисциплина жоқ ол балада. Сосын бала шаршап кетеді, баласын аяйды. Ал ол жаңағы екінші дүниетану, жаратылыстануға дайындайтын біздің бағытымыз қалып қояды. Жалпы курсты әр бала келген кезде, диагностиканың кезінде ата-анаға айтамын, баланың қабылдауын тексеремін ғой енді ол кезде. Сол кезде айтамын, бұл балаңыз 4 ай оқу керек, бұл балаңыз 3 ай оқу керек. Әр балаға әртүрлі срок беріледі. Әр балаға әртүрлі. Біз репетитор ақтау оқу орталығында топпен оқытамыз. Бір топта максимум 10 бала болады. Бірақ әр бала жеке оқығандай білім алады. Неге? Себебі әр балаға бөлек-бөлек диагностика жасалынады. Әр баланың программасы әртүрлі болады. Әліппе мен математиканы ортақ үйренеді, бірақ диагностика бойынша өзінің уақыты бар, 20 минут. Осы диагностикада қай жерде минус тұр, соларды 20 минуттың ішінде қамтимыз. Ал қазір мысалы оқу кезінде 9 айдың ішінде бізде 1,5 сағат уақыт. Бір топқа 10 балаға берілетін. 1,5 сағаттың 40 минутын үй жұмысына арнаймыз. Үй жұмысын арнаған кезде мысалы бала сыныпта 27-25 бала ол тақырып түсінбей қалуы мүмкін. Тек тақтадан көшіріп алуы мүмкін. Сол тақырыпты арнайлап түсіндіреміз. Бұл бір. Екіншіден, енді өтетін тақырыбын түсіндіріп жібереміз сол жерден. Енді өтетін қазақ тілі, математика, әдебиет пәнінен. Ертең сабақ кестесі бойынша қай сабақ болады, сол сабақта. Неге алдын ала түсіндіреміз? Себебі 27 баланың шулайтын баласы бар ішінде, түсінбей қалмау керек ол бала. Соңғы партада отыруы мүмкін. Соңғы партада отыруы мүмкін, көзі көрмеуі мүмкін, әртүрлі факторлар бар. Сол кезде мұғалім түсіндіріп жатқанда бала да қолын көтеріп, апай мен мына жерін білем, қойылған тақырып, жаңа тақырып түсіндіреді, бірден сұрақтар қойылады ғой. Сол сұраққа активно жауап береді. Баланың білім деңгейі, сабаққа деген құштарлығы, білім алуға деген қызығушылығы осыдан оянады. Бала түсініп тұр, түсінген бала айтады. Түсінбеген бала отыра береді. Және мектеп бағдарламасы бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бір тақырыпты түсінбей қалса, бала екінші тақырыпта түсінбей қалады. Сондықтан бізде программа осындай. Үй жұмысын орындаймыз, енді өтетін тақырыпты талқылаймыз. Осылай 40 минут уақытымыз кетеді. Содан кейін қалған 20 минутқа міндетті түрде күнде диктант жазылады. 20 минут жылдам оқу бойынша, түсінік айту бойынша, 20 минут математикаға арнаймыз. Осылай комплекс түрде жүреді. Бізде өкінішке орай кеше курсқа оқу орталық директорларда қатысып жазылды. Балаларда нәтиже шығара алмай жатқан оқу орталық директорлары бар. Сол неге деген, біздер алдын ала сұрақ жауап қылып, разборы жүргізіледі. Неге деген кезде жүйе жоқ. Арнайы бағдарлама жоқ. Ол жүйе алда план болмағанда, ол мұғалім немен оқытатын білмегенде, ол мұғалім тәжірибесіз орталық ашып алды кәсіп ретінде, ол балалар жинап алды таргетпен, бірақ ол балаларға нәтиже бере алмай. Ол бала 1 айда, 2 айда шығып кетіп жатыр. Ал ол баладан нәтиже шығару керек, жауапкершілік қайда ол жерде. Ол бала, ол
ол репетитор, мысалы репетиторға берген кезде, орталыққа берген кезде бір аманат ретінде Иә. береді, оқытып берсін деп. Иә. Ол бала, ол ата-ана біріншіден уақытын жұмсайды әкеліп апаруға, пробканың кездері дегендей, одан кейін ақшасын жұмсайды. Үміті. Иә, үміті бар. Осы сенімділіктің барлығын ақтау үшін ең бірінші жүйелі бағдарлама болу керек. Бала да қайтып қалады ғой сосын Иә, оқуға бала деген да, құлшынысы иә. кетіп қалады. Сосын мысалы мынандай да моменттер болады. Мамандарды оқу орталыққа дұрыс таңдамайтын. Аз ақша беру үшін жас мамандарды алады. Олар тек отырып кететіндер де болады. Ал ол ақылы түрде оқыған жерде сол ақыны әрбір ұстаз адал алу керек. Осындай мақсат. Мана ең басында айттыңыз, ең бірінші методикаңыз математикаға қатысты болды дедіңіз да? Математика. Мен сол жердің кішкене түсініңкіремей қалдым. Өзің қазақ тіл маманысың. Көтеріп отырған проблемаң қазақ тілдің проблемасы да. Балалардың ана бастауыш сыныптан қазақ тілдің әріптерін дұрыс танымау, буындап оқи алмауы, сөйлемді құрастырмауы, жаңағы сөздік қорының аздығы деген проблеманы көтеріп отырдың да нағып математикадан бастап кеттің. Мен өзім педагогтар отбасынан шыққанмын. Иә. Менің әкем басқа салада жасаса да, атақты математик болған. Маған математика саласы қаннан берілген деп ойлаймын. Мен мектепте де өте математиканы үздік оқыдым. Математиканы мұғалім түсіндірген жол емес, басқа жолдармен шығаратын едім. Себебі үйден маған әкем басқа жолдарды үйрететін. Көбейту таблицасын жаттаудың басқа әдістерін қолданатын. Бастауыш сыныптан бастап математиканың басқаша әдістерін. Себебі әкемді сол кезде Ресейге олимпиадаға шақырған. Олимпиадаға барған кезде профессорлардың өзі әкемнің математик қабілетіне таң қалған. Сол жаққа оқуға шақырған, бірақ әкемді отбасы жібермей бара алмай қалған. Маған математиктік қасиет ол әкемнен берілген, ал мына тіл жағы, ал анам ол қазақ тілі әдебиет пәнінің ардагер ұстазы, 30 жылдан астам осы салада жасаған. Қазақ тілінің жалпы сөздік қорым, сөйлеу манера ол анамнан берілген деп ойлаймын. Жалпы атам да әкемнің әкесі мұғалім болған. Одан кейін ағаларым, апаларым барлығы мұғалім. Жалпы педагогтар отбасынан шыққан. Солайша математикаға қасиетім жалпы қанымда бар деп ойлаймын. Керемет. Өзім бала күнімнен де, мысалы, көрші балаларды барлығын, кім мектепке барады, кімнің көрші, солардың барлығын жинап, ол кезде тақта ештеңе жоқ қой. Топырақты бүйтіп тегістеп жіберіп, АТП-ны үйретіп, бірден буынға түсіп, бүкіл балаларды кімнің көршісі, көршіде кімнің баласы мектепке түгел дайындайтын едім. Келесі жылы тағы ар жақтағы көршілер алып келеді. Ол сөйтіп бала күніне мұғалімдікті өте қатты жақсы көретін. Керемет, қызық. Ал математиканы қалай математикадан бастап кеттіңіз? Методика жазуда. Неге математика? Математикадан бастаған себебім жаңағы сабақ берген кезде қазақ тілін орындағанда балалар математикасын ашып отырады. Қоңыраудың кезінде мен ерте келемін ғой. Сол кезде қиналып отырады. Бір таңбалы санды мектепте сабақ беріп жүргенде. Сабақ беріп жүргенде. Мектепте сабақ беріп жүргенде. Сіз сабаққа келдіңіз? Сабаққа келдім. Балалар математиканы ашып есептей алмай қиналып отырады. 5-ші класс. 5-ші класс болса да, мысалы, бір таңбалы санды бір таңбалы санға көбейте алмайды, қоса алмайтын балалар бар. Сосын ал сен қайсы көбейту, мен енді математикадан өзім хабарым бар, ар жағында өзім жақсы көріп есеп шығарам, солардың есептерін шығарып берем, көмектесем мектептегі балаларда. Сонда сұрап қарап отырсам, балаларда есеп шығару түсінігі жоқ та. Әдіс тәсілдер дұрыс үйретілмеген, дұрыс меңгерілмей қалған. Жаңа қазақ тілі сияқты ғой енді ол да. Дұрыс үйретсе де дұрыс меңгерілмей қалған балалар мүмкін. Мән берілмей, сол бір тақырыптар түсінбей қалған. Сосын тіпті 5-ші сыныптарда бірден 10-ға дейінгі, бірден 20-ға дейінгі санның сандық құрамын білмейді. Жаңа ондық, бірлік. Осыларды қосып азайтып білмейді. Сол кезде математикадан ең бірінші мен өзім методика шығарам деген өзіме мақсат қойғанмын. Қазақ тілді ғой. Қазақ тілден бұрын бірінші осыны қазақ тілді деп ойлап жүрдім, бірақ бірінші маған математика оңайырақ болды шығару. Сан болғасын ба, сол оңайырақ болды. Бізде бірден 10-ға дейінгі санды балалар бір сабақта жаттап алады. Себебі арифметикалық сызғыш деген бар. Арифметикалық сызғыш осыны жылжыта отырып өзінің шеңбері болады. Сол шеңберге қойып сандардың сандық құрамын
10-ға дейінгіні жаттайды, одан кейін 20-ға дейінгіні жаттайды, ары қарай бала автоматты түрде жаттайды. Қазір Ол көбейту сызғышты да таблицасын өзің құрастырып шығардың ба? жоқ, ол арнайы Бұрыннан бар. иә канцелярский нелерде бар, заказ беріп алдыртамыз, Ресейден алдыртамыз, қазір біздің Ақтауға да келген. Бірақ оны бізде арнайы сатпаймыз, тек заказбен алдыртамыз да шығаруға. Бұл арифметикалық сызғышпен балаға жаттатуды қазіргі мұғалімдердің көбі қолданбайды. Білсе білетін де шығар, білмейді деп айтпай ақ қояйын, бірақ қолданбайды екен. Бірақ ол өте бала зрительныймен тез жаттайды. Жылжытып отырып, бір жағынан ойнап отырған сияқты сызғышпен, бірақ бір жағынан санның құрамын жаттап отырады. Қазіргі 2-ші сыныптың ата-аналарында көбейту таблицасын жаттай алмайды, осындай проблема. Қанша жаттасаң ұмытып қалады. Неге жаттай алмайды? Түсінбейді, себебі ол қосу кестесін білмейді. Көбейтудің алдында бірінші қосу тұрады. Иә. Қосуды білмеген бала, марқұм әкем айтатын еді, қосуды білу керексің сен бірінші, содан кейін барып көбейтуге өтеміз деп. Осы әкемнің бүкіл үйреткен методикаларын мен осы бағдарламаға енгіздім, және оның эффектісі өте керемет. Қосуды бірінші меңгертеміз, одан кейін көбейтуге көшеміз. Қосу таблицасын, қосу кестесін білмеген бала көбейту кестесін де білмейді. Ең бірінші, мысалы диагностика кезінде, математиканы диагностика алғанда, көбейтуден есептер берем, тренажер деген бар, сол тренажерді берем. Тренажерді бала уже ойланып шығара алмай отырса, мысалы 2 көбейту 3-ті, 2-ні 3 рет бір-біріне қосу керек деген. Соны саусақпен бүйтіп есептейтін балалар бар. Ал саусақпен есептеп бір әдет болып қалыптасса, ол бала 4-ші классқа дейін саусақпен есептейді. Сосын сан көбейген кезде тағы шығара алмай баланың қызығушылығы басылып қалады. Ал арифметикалық сызғыш ол саусақсыз есептеудің бірден бір құралы. Бала саусаққа көшпейді, бірден арифметикалық сызғышпен шығарады. Ол сол сызғышқа сеніп қалып, ертең ойлана алмай отырмай ма? Сызғышқа сенгенде ол зрительныймен жаттап алады. Яғни ол жерде 6 шеңбердің ішінде тұрады, содан кейін сандардың құрамы тұрады. Соны көзбен жаттады. 6-ның астында 1 тұрады, 7-нің құрамы мысалы, 5-тің астында 2 тұрады. Осыларды зрительный памятпен суретке түсіру арқылы бала жаттап алады. Оны миы тез қабылдайды. Сосын есепті де автоматты түрде тез шығаратын болады, жауабын тез табатын болады. Сонда математиканың программасын несін шығардың, методикасын, әдісін 5-7 жасқа арналған. Иә, шығардың. Сосын оны не істедің? Қайда барып оны өткіздің, сабақ бердің деген сияқты? Шығардым, өзім үйден жеке оқытатын. Себебі мен декретте отырдым, босанып, сол кезде де бала оқытқым келетін. Бір арнайы 1-2 бос уақытым болса, осы математика оқуын практиковать етіп қарадым. Балалар математиканың бастады. Иә, бірінші математиканы практиковать еттім. Сосын соны практиковать етіп балаларға керемет нәтиже көрдім. Сосын оған арифметикалық сызғыш қосылды, тренажерлар тағы бағдарламаға қостым. Бәрі комплекс түрде жүреді. Бірақ осы сәтте де әліппе әлі процесте болды шығарылуы. Әліппеге мен өте өзімнің көп күшімді жұмсадым. Көп махаббатымды, өзім мейірімді осы әліппеге. Себебі бұрын кураторымыз айтатын еді, қазірден бастап еңбек жолымен айналысыңыз, қазірден бастап шығармашылықпен айналысыңыз. Шығармашылық ол сендердің балаларың сияқты. 1 жыл құрастырсаң, 1-дегі бала сияқты, 2 жыл құрастырсаң, 2-дегі бала сияқты дегендей, осы әліппе оқулы маған бір 4 жастағы балам сияқты өте әрбір элементіне қатты мән бердім. Дизайнын да өзім құрастырдым. Дизайнер жалдадым, бірақ оны құрастырған дизайны маған ұнамады. Менің ішімдегі балаларға жеткізгісі келген нәрсені көрсете алмады. Сондықтан өзім программист болмасам да интернеттен қарап, рамкасын қалай қою керек, оған қандай суреттер қою керек, суреттерде мысалы адамдардың кейпі қандай болу керек, осының барлығын ойластырып жүргенде сол 4 жыл уақыт өтіп кеткен қалай өзім білмей қалдым. Соны құнттап сосын шығардым. 2023-те. Өзіңіз патенттедіңіз ғой, иә? Иә. Патенттеу үшін бұны бір жерге барып қорғау керек па? Иә, авторлық құқық бізде ол кезде карантиннің кезінде болды. Құрастырып біткен кезде. Сосын онлайн бағытта біз документтерімізді жібердік. Сосын оны бір 2-3 ай шамасында қарайды. Ішінде орфографиялық қателер жоқ па, жалпы дизайны дұрыс па,
қай жерінде қателіктер бар, соның барлығын тексереді. Арнайы профессор мамандар тексереді, пікірлер жазады сіздің кітабыңызға. Соны жазып, дайындап, сосын авторлық құқық қорғадым. Авторлық құқықта бізге арнайы куәлік беріледі. Куәлікте QR-код болады. Сол QR-кодқа әрбір ата-ана мысалы келген біз көрсетеміз. Сол менің аты жөнім шығып тұрады. Авторлық құқықты бұзып, кез келген мұғалім мысалы қолдана алмайды бұл оқулықтарды. Курстан арнайы өтіп, менің сертификатымды алған мұғалім қана бұл оқулықтарды оқыта алады. Просто сатып алып оқытатын мұғалімдер де бар. Немесе көшіріп алып деген сияқты. Бірақ бұлай заңсыз. Себебі бұның ішіндегі әртүрлі оқыту техникасын ол мұғалім білмейді. Сондықтан арнайы авторлық құқыққа қорғалып, осындай арнайы оқулық қылып шығару себептен де сондықтан. Керемет. Өте жаңағы уақытты, одан қалса ақшаны талап ететін еңбек қой. Қаншама жаңағы ұйқысыз түндер өткен болар осыны жазу барысында, балалармен жүріп деген сияқты. Ақшадан бұрын өзімнің мамандығыма деген сүйіспеншіліктен пайда болды бұл оқулықтардың барлығы. Біріншіден, екіншіден, мамандығымның алдындағы парызым ол балаларды оқыту. Ата-аналарға көмек. Біздің қоғамның бір мүшесі ретінде өзімнің қолтаңбамды қалдыру. Қоғамға қызмет ету. Адамның пайдалысы бұл адамға көмектессең, адамға пайдаң тигізсең. Менде бағыт ақшадан бұрын осы қоғамға қызмет ету. Халқымның білім деңгейін көтеру. Қазақ тілімнің жанашыры ретінде әрбір бала ана тілін жетік, еркін сөйлейтін деңгейде болса екен. Қазақ тілінде кез келген хатты сауатты жаза алса екен деген сондай ниетпен шығардым бұл кітаптардың барлығын. Керемет. Өткен бар ғой, қарапайым сообщение жазамыз ғой бір-бірімізге, хабарлама телефонның ішіне жазғанда, сосын жаңағы Инстаграмда да, ТикТокта да кәдімгі сауатсыздық деген айқайлап тұр ғой. Үтір қойылатын жерлерді білмейді қазіргі балдарда. Енді өтірік айтпай ақ қояйын, мен өзімнің балдарымда да бар ондай, бірақ қатты көзге ұрып тұрмайды. Бірақ біздің оқығанымыздай оларда талап жоқ па, оларда ондай комплекс жоқ па? Әрбір сөздерін мен түзетіп отырамын да үйде балаларымның. Соған жаңағы ренжиді олар. Мама сен сөйтесің, бүйтесің деп та. Мен жаңағы сөйлемнің ең басындағы айтылған сөзімен соңғы сөзіне дейін аралықты айтып отырамыз. Сен қара, сен әңгіме бастауыштан басталып баяндауыштан аяқталу керек. Жаңағы сөйлемнің құрамы келіспейді ғой. Сен мағынасы өзгеріп кетті, әңгіменің сен айтқың келіп тұрған ойды жеткізе алмай тұрсың деп тіресіп қаламыз негізі. Сондай моменттер болып жатады да. Мен соны ойлайтын, барлық үйде солай болар деп та. Менің қатарласымның барлығы да мен құсап оқыды ғой деп, бірақ оны көп үйде ондай емес екен. Бірақ өте жаңағыдай қоғамдағы бір жаңағы орны бар мәселе ғой, соны қозғап отырсыз да қоғамда. Әйтпесе мектепте де мұғалім көп, сіз сияқты да. Сізден үлкен жаңа бұрынғы заманнан келе жатқан мұғалімдер де көп, жас мамандар да көп мысалға да. Сіздің ойыңызға жаңағыдай осы мәселенің проблема болып туындағанына таңғалып отырмын да, қайдан келді бұл деп. Жаңағы ол ар жағындағы сіздің шыққан тегіңізден бастап алып тұрған болып тұр ғой. Ұстаздар отбасынан ең бірінші да, сосын оның ар жағында сізге келген жаңағы алдыңызға келген шәкірттердің сауатсыздығының жаңағы деңгейі сізге әсер еткен да. Керемет. Жалпы осындай мәселелерді көтеру барысында осы қоғамға өзіміздің әсеріміз тигіземіз ғой. Енді жаңағы сізден білім алып шыққан ұстаздар, олар сонда өздерінің жеке школасын жаңағы сияқты жеке орталықтарында ашып кете ала ма сонда? Оған сіз рұқсат бересіз бе? Менен оқыған ұстаздар біріншіден 20-30% мектепте қолданамыз деп оқып жатырғандар бар. Бірақ олар өздерінің ақшасына оқып отыр ғой, өздерінің қалтасынан төлеп оқып. Қаншалықты қымбат? Бізде курс 120 мың тұрады. Қатты қымбат емес. Қатты қымбат емес. Осы 5 бағдарлама кітап күйінде беріледі, қалғандары электронный форматта беріледі.
дайын бағдарламалар, сосын теория практикасы. Осы барлығы 120 мыңның ішіне кіреді. Бірақ кейбір мұғалімдер болады, практиканың кезінде көп жасағысы келмейтін деген сияқты, уақыт таппай қалатын. Ондай кездерде курстарына штраф қойылады. Себебі оқушы сияқты әрбір ұстаз бұл курстан жоғары деңгейде білім алып шығу керек. Нәтиже шығару керек. Нәтиже шығару үшін жаңа үй жұмысын орындау керек. Сондықтан барлығына үлкен суммада штраф қойып қоям, бүкіл ұстазға. Сосын барлығы терлегенді орындайды. Ешкім штраф төлегісі келмейді. Себебі берген ақысын адал алуым керекпін. Екіншіден, ол берген ақысынан мен нәтиже шығару керекпін. Сол себепті ұстаздарға талап өте қатты. Жасы үлкендері де бар ол жерде менен, 20 жас үлкен деген, 25 жас үлкен дегенде, кішілері де бар, барлығына осындай талап қоямыз. Екіншіден, бұл оқыған ұстаздар өздері жеке репетитор бола алады, оқу орталықтарында пайдалана алады, балалар топпен оқыталады. Жалпы оқу орталық ашуға да сопровождение жасалынады бұл курстың ішінде. Кеңестер беріледі. Қалай мен өзім оқу орталығын таптым. Мысалы, бізде оқу орталықта жеткен табыс көзі кейбір орталықтарда жоқ. Кейбір орталықтар айналдырып кете алмай жауып тастап отқан орталықтар бар. Әрине. Себебі процессті білмейді. Осыларға, осындай ұстаздарға да сопровождение жүргізем. Арнайы, немесе енді ашайын деп жүрген ұстаздар бар. Оларға да сопровождение жүргізем. Документациясы қалай болу керек, программалары қалай болу керек, топтар қалай болу керек. Ең бастысы график қандай болу керек. Мысалы, бірінші сыныптың балаларының өзінің психологпен кеңес ала отырып, арнайы графигі бар. Екінші сыныптың балаларының оқитын уақыты бар. Оқитын уақыты деген ол баланың миының қабылдайтын уақыты. Миының ашылып қабылдайтын уақыты. Мысалы, бірінші сыныптар неге республика бойынша таңертең оқиды? Неге? Себебі таңертең ол баланың миы активно жұмыс жасайды. Сол кезде ол жаңа мектеп табалдырығын аттаған бала активно жұмыс жасайды, мұғалімнің берген негізгі білімін қабылдайды. Сосын ол балалар үйге барып түскі астарын ішеді, кішкене ойнайды, бірден орталыққа келеді. Ол балалардың сабағы бізде бірде. Республика бойынша 3-ші тоқсанға дейін сабақ 11:30-ға дейін болады. Одан кейін 12-ге дейін созылады 4-ші тоқсанда. Содан кейін 1 сағат демалады. Ол балаларды ұйықтатуға тыйым саламыз. Себебі ол бала ұйықтайтын болса, рельстен шығып кеткен пойыз сияқты милар қабылдамайды. Ұйықтатуға қалай? Түскі астан кейін ұйықтатуға? Түскі астан кейін демалтпайды. Кішкене ойнайды, сосын бірден орталыққа келеді. Жаңа бір позициясында болу керек бала әлі. Миы бір позициясында болу керек та. Себебі мектепте де ондай бағдарлама қиын емес. Егер ол мектеп даярлық тобына барған бала болса, негізгі білімді алып келеді, үйге барып түскі асын ішеді, кішкене ойнайды, демалады, содан кейін барып біздің орталыққа келіп үй жұмысын орындайды, математикасын шығарады, сөздік қорын дамытады, ойын түріндегі әртүрлі нейрожаттығулар жасайды, нейропсихология жаттығуларды. Содан кейін барып үйіне барып, ол балада целый күн болады. 3-тен кешкі сағат 8-ге дейін ол бала демалады, ұйықтайды деген сияқты. Ал 2-ші класстан жоғары 4-ші классқа дейін ол балаларды демалтып алып келіңіз деп айтамыз. Себебі негізгі олар мысалы таңертең оқитын болса, 2-ші сынып, 3-ші сыныптар оларда сабақ күрделі. 8-де басталады, олардың сабағы 12:30-ға дейін болады. 12:30-ға дейін сабағында болады, үйге келеді, түскі асын ішіп, ол баланы кем дегенде 40 минут ұйықтатып алып келіңіз деймін. Ол балалардың жас ерекшелігіне байланысты миының қабылдауы 3-тен кейін болады. Бұл графикті тектен-текке біз ойдан алып құрастырған жоқпыз. Арнайы психолог маманға балалар психологына жүгініп, олардың миының қалыптасу деңгейі, қабылдау деңгейі қалай деген запроспен барып, ақылы түрде өзімнің запросыма жауап алып, содан кейін барып график құрдық. Осы балалардың келетін, орталыққа келетін уақыты. Таңертең оқитын балалардікі де сондай. Түстен кейін бізде таңертеңгі сабақ 8:45-те басталады. Көп ата-анаға сұрақ қойды, неге 8:45-те? Себебі бала 7:30-да оянса, ол бала үшін жарты сағат
жаңағы пробуждение организма дейді ғой. Ояну. Организмнің оянуына, өз-өзіне келуге 8-ге дейінгі аралық керек. 8-ден 8:30-ға дейінгі аралық бала тамақ ішіп, дайындалып келеді. 5-10 минут орталыққа келіп, алдында дайындалып, психологиялық тұрғыда дайындалып отырады. Сол себепті 8:45-ке қойдық. Біздің жұмыс уақыттарда көп ата-аналарда 9-да басталады. Сол себепті оларға ыңғайлы болып. Егер 8 дейтін болсақ, олар 7:30-да келу. Ол бала ұйқысы қанбаған бала ешқандай білім қабылдамайды. Осы процесстердің барлығын оқу орталық ашқысы келетін әрбір ұстазға түсіндіреміз. Ескеру керек. Курс барысында, барлығы. Оқу орталық ашқан ол үлкен жауапкершілік. Ол жерде топпен бала оқытатын болғандықтан, барлық баланың психологиялық жағдай, физиологиялық, ол балалардың қауіпсіздігі, барлығы, кабинеттің ауа райы, жаңағы ауасы қандай болу керек, терезені қай уақытта ашу керек, қай уақытта жауып, осының барлық процестер түсіндіріледі түгел. Керемет. Тағы бір сұрақ, осындай методикалар бізде республика бойынша, жалпы Ақтауда бар ма, басқа? Жоқ, Ақтауда жоқ методика. Республика бойынша? Республика бойынша оқытатындар бар. Онлайн форматта оқытады. Жоқ, осындай жаңа методикамен оқытып жатқан орталықтар бар ма? Республика бойынша бар. Бірақ мен мысалы ол кісілерден де методикасын, арнайы курстарын сатып алып, іштерін қарадым. Бірақ іште келіспей отырам. Мына жерін бүйтіп жібергенде айтатын еді, мынаны былай қылып үйреткенде, мына бала ар жағынан ол меңгермей қалады ғой деген сияқты ішімде қарсылас болды. Мен сөйтіп 3-4 маманның методикасын сатып алдым. Ақшамды бөліп, 100 000 тұрса 100 000, 150 000. Ішін көру маған қызық болды. Бірақ келіспейтін тұстарым болды. Себебі енді әркім өзінше құрастырған шығар. Келіспейтін тұстарым болды. Сондықтан осы методиканы құрастырардың алдында қарадым. Құрастырып болғаннан кейін де салыстырайын деп қарадым. Бірақ өзімнің ішімнен шыққан туынды болғасын, өзімнің методикам эффективный, нәтижелі деп ойлаймын. Енді әркімге әртүрлі. Сосын ол басқа Қазақстан бойынша оқытатын ұстаздар, жаңа менторлар, олар онлайн форматта оқытады. Яғни Zoom арқылы оқытады. Балаларды ма? Жоқ, ұстаздарды. Осы өзінің авторлық методикаларымен онлайн форматта оқытады. Қазір сондай белең алған. Ал мен онлайн бағытты қолдамаймын. Офлайн, яғни офлайнда ол жерде энергия алмасу болады. Мен ол ұстазға мына өзімнің туындыларымды энергия алмасу арқылы бар шын ниетімен бүкіл эмоциям беріледі. И ол мұғалімде сол эмоцияны алып оқушыға білім береді. Ол оқушыдан сонда уже нәтиже шығады. Онлайн форматта біресе связь не болуы мүмкін. Запись қарай қояды. Сосын үй жұмыстарында онлайн форматта жібереді. Қазіргі жалпы байқағаным, мұғалімдерді оқытып бастағанда офлайн форматқа бүкіл дерлік мұғалім шөлдеген. Офлайн формат па деп, онда жазыламыз деп жазылып жатырған ұстаздардың шеті жоқ. Әртүрлі топтарға бөліп жатырмын. Бірінші мастер-класс өткізіледі. Мастер-класста осы бағдарламалар таныстырылады. Содан кейін барып оны қалай оқыту әдістері, сол жерде розыгрыштар ойнатылады. Жаңағы әр кітаптан 5-6 жаттығу алам. Сол жаттығуды мұғалімдерге практиковать етемін. Олар үшін ол жаңа бағдарлама, жаңа әдіс болады. Олар уже қызығушылық оянады. Сөйтіп, бұл арғарай курс оқып басталып. Бұл идеялардың бәрін қайдан алып жатырсыз сонда? Бұл идеялар енді бір күнде немесе бір айда, 2 айда келген емес, мен жылдар бойы ойладым. Қаншама түн. Жоқ, әлде өзіңіздің бір неңіз бар ма? Коуч, наставнигіңіз бар ма? Осы бағыт бойынша сізге сілтеме көрсетіп отырады? Осы бағыт бойынша менторды көп іздедім. Бізде менторлар көбі, мобилограф, SMM мамандарын оқып алады да, наставникпін деп айтады да. Ал мен именно осы жолмен бүйтіп өткен адамды іздедім. Өте көп іздедім. 5 жылға жуық іздедім. Бірақ таба алмадым. Бірақ Айнұр Жүсіп деген осы жылдам оқу бойынша тренер, инстаграмын, осы кісіні көп қарадым. Осы кісінің менторлығындамын қазір. Бұл осы мен өткен путтың, жолдың барлығынан өткен. Бірақ ол кісінің өзінің авторлық методикасы бар.
менің авторлық методикам басқа. Ол кісінің авторлық методикасына манағы айтқан келіспейтін моменттерім бар. Менің авторлық методикам ол кісінің де келіспейтін моменттер болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ мен осы өзімнің авторлық құқық қорғалған осы оқулықтарымды бүкіл Қазақстанның ұстаздарын оқытып, бүкіл Қазақстанның ұстаздары оқушыларды оқытып білім сапасын көтерсе екен деп ойлаймын. Осы кісі өзінің жүрген жолдарын маған үйретіп, ментор болып, жаңа саты бойынша маған жол сілтеп отырады. Мен сол бағытта қазір 2 ай сол кісінің менторлығын алдым. Өте керемет нәтиже көрсетіп жатырмын. Бірақ басқа қалалардан келіп оқу керек қой де, офлайн? Жоқ, мен барып оқыту жалпы жоспарда. Мамыр айында Астанаға барып оқыту. 1 ай сол жерде боласыз да сонда? Енді оны жоспарға құрып, сол жерде мұғалімдерге байланысты. Жалпы Қазақстанға бүкіл оқытуға барып оқытуға кішкене сәті түспесе, онда сол онлайн форматқа көшу керек шығар. Бірақ мысалы 1-2 сабағын жинастырып жіберіп, барлығын солай бағдарламаны құрастырып, міндетті түрде офлайн форматта өту керек деп ойлаймын. Жалпы бағыт онлайн бола берсін, бірақ 1-2 сабағын ол мұғалімдер жүзбе-жүз көріп, қолымен осы бағдарламаны ұстатып, көрсетіп, әдістерді живую дейді ғой, көрсетіп, сөйтіп түсіндірген дегі нәтиже ол басқаша болады. Әрине, біздің мұғалімдерімізден, оны Ақтау қаласындағы мұғалімдерден көріп отырмын. Мен бірден Астана, Алматыға мұғалімдерді оқытуға кеткен жоқпын. Солай да бастауға болатын еді. Бірақ мендегі осы туған жерімнің, Маңғыстауымның ұстаздарының жаңашыл бағдарламаны үйренгенін қаладым. Осы біздің Маңғыстауымыздың Жаңаөзендегі ұстаздарды оқытып келдім. Оларда осы лекте бітіреді. Осы Маңғыстаудың ұстаздарының жаңа әдістері, балаларды қызықтыратын методикалы тәсілдері, көрнекіліктері өте мықты болса, біздің Маңғыстаудан әлемді бағындыратын балалар шығады. Фундаменті керемет қаланған балалар шығады. Осылай Маңғыстауды бірінші жоспарда Алла қаласа Маңғыстаудағы бүкіл ұстазды оқытып, содан кейбір Қазақстанның басқа қалаларына мастер-класс өткізу, осы курс өткізу. Жоспарда бар. Осылай, барлық осы қазағымның балалары мықты, білімді, фундаментті дұрыс қаланған, сауатты жаза алатын, өзінің тілінде еркін сөйлей алатын балалар шығады деп ойлаймын. Аумин. Болсын, дайым солай болсын. Керемет, бүгінгі әңгімеміз өте сүбелі, шұрайлы болды. Өзім кәдімгідей бұрын мен көңіл бөлмейтін өмірдің бір тұстары ғой. Или мен өзім балаларым өсіп кеткеннен кейін бұл проблемаларды көрмеу мүмкін да. Бірақ әрбір адам өзінің жүрген жерінде проблемаларды іздеп және соны шешудің жолдарын тауып жүрсе, сіз сияқты бір үлкен бір саланың маманы шығады деп қазір ой түйіп отырмын да. Керемет. Сіздің осы бастамаңызға сәттілік тілейміз. Рахмет. Орталығыңыз дами берсін. 1 жылдың аясында болды жұмыс жасап жатқаныңызға деп жатырсыңыз, бірақ жаңағыдай отзывтар жинаймыз, біз көреміз, сода жақсы отзывтарды естіп жатырмыз да, соған қарай сізбен бүгінгі эфирін түсіріп отырмыз. Жаңағы арман тілектеріңіздің барлығы да орындалсын, биікте көріне беріңіз. Сіздің методикаңызы осы Қазақстан халқының балалары, Маңғыстаудың балалары көріп, оқып, сол бойынша тәрбиеленіп, өзінің білім алу барысындағы жүгін жеңілдетсін дегім келеді. Амин, рахмет. Біз дәстүрлі түрде өзіміздің әрбір келген қонағымызға сыйымыз бар беретін. Біздің осы шығарылымға демеушілік білдіріп отырған Қазақ Селлер күміс орталығынан осындай біздің кішігірім сыйымыз бар. Қабыл алсаңыз болады. Ал құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің әңгімеміз сізге әсер еткен болса, өзіңіздің мектеп алды даярлыққа жасы жетіп тұрған сәбилеріңіз, балаларыңыз бар болатын болса, осы репетитор Ақтау орталығына жүгінсеңіздер болады. Өйткені сол жердегі дұрыс методиканың бар екендігіне біз өзіміз көзіміз жеткізіп отырмыз. Яғни ол жердегі методика сіздің және балаңыздың алдындағы үлкен міндетті, үлкен шаруаны жеңілдететініне ешқандай күмәніміз жоқ.
Ал егер де сізге бүгінгі эфиріміз ұнаған болса, өзіңіздің астына комментарийларыңызды жазып кетіңіздер, біздің каналға подписка жасап, өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетіп отырыңыздар. Біздің мақсатымыз жергілікті жарыққа шығайын деп тұрған кәсіп иелерін халыққа таныстыру, сіздермен жүздестіру. Баршаңызға рахмет.